Ресейдегі жағдайдан кейін о жақта тәжік жүргізушілеріне, таксистеріне бойкот жариялады. Орта Азия елдеріне виза қою керек деді. Жалпы бұл Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасын бұзбай ма, Ресейдегі шовинизмді өршітпей ма? Енуі сөзсіз арақатынастарды бұзатыны анық, және Еуразиялық кеңістікті бұзатыны анық. Себебі оның бірінші қағидасының бірі еңбек күшінің емін еркін ел арасында жүріп тұруы. Менің ойымша бұл эмоционалды шешімдер сияқты, бір жағынан ол сол елдегі көпшіліктің көңіліне кешегі болған террористік актың қаһарынан содан үрей сол дәрежеде. Бірақ менің білетінім, мысалы үшін Ресей халқы, Ресей қоғамы сол Орта Азиядан келіп істейтін азаматтардың еңбегінсіз өмір сүре алмайды. Қоқысын шығара алмайды, көшесін сыпыра алмайды, ыдысын жуа алмайды. Сондықтан енді кем дегенде 1-2 айға осы истерия әлі болатын да сияқты. Бірақ соның арасында енді соғыс жүріп жатқан ел, енді паспорттық режимді тексеру басқа дегенді күшейтетін болар, бірақ түбі қайтадан орнына түсетін, сабасына түсетін мәселе. Егер осындай террористік актілер жиілеп кетпесе.